Счеты бұғатталған адамдарға жақсы жаңалық. Біз әділет министрлігімен келісіп, жеке сот орындаушының палатасымен келісіп, сәуір айында бұғатталған 1,5 миллион счет бар. Соларды ашып беруге арнайы шара өткіземіз. Соны сіздерге хабарлайын деп отырмын. Мен енді әділет министріне бөлек ырзашылығын білдіргім келеді. Ерлан Сәрсенбаев мырзаға өткенде кірдім. Ол кезде мен айттым, арыз шағым жазғанша біз басқаша әрекет жасайық, адамдар жұмыс істеуге мүмкіншілік берейік. Өздеріңіз білесіздер, 1,5 миллион счеттай жабық. Көп адамдар қазір я жұмыс істемейді, я тамағын аламайды, я киімін аламайды, я балдарының демалысына ақша төлемейді, я дәрі аламайды, я өздеріңіз білесіздер, кәдімгі коммуналдық қызметін төлемейді. Не, автобусқа төлейтін ақшалар жоқ кейбір адамдар. 1,5 миллиондықын заңсыз жапты деп айтсам, мен қателеспеймін. Енді оны мен нені айтпай қояйын, нотариус туралы, оны мен бөлек айтамын, нотариус туралы. Бірақ жабылған счеттар бойынша жақсы жаңалық. Міне сәуір айын аяғына дейін, бүгіннен осы 6-сынан бастап, кешеден басталды. Барлық азаматтар, егер сіздер осы сот орындаушылар мен счетымды заңсыз жапты дейтін болсаңыздар, ЖСО KZ деген сайт бар. Соған кіріңіздер. Соған кіріңіздерде жеке сот орындаушыларын фамилия, ат жөндерін тауып алыңыздар. Тізімнен өзіңіздің сот орындаушы табасыздар. Және одан кейін әділет гов деген арнайы қосымшаға кіресіздер. Соның ішіне арыз қалдыратын нүктесі бар. Сол нүкте арқылы арыз қалдырасыздар. Ол жерде сот орындаушыға менің айлықтағы счетым 50%-дан астам жабық. Мен айлық аламын. Мен айлығым 300 мың, оған 150 мың емес, толығымен жауып тастаған деп арыз жазасыздар. Және ол арызға қосымша құжатыңызды келтіресіз. Мынандай счеттан, мынандай маған айма айлық түсіп жатыр деген жұмысыңыздан жаңағы анықтама алып, соған саласыздар. Немесе пенсия туралы, мен мынау пенсиям осындай, бұл мен пенсионный счет, немесе бала күтіміне арналған счет, бұл әлеуметтік ақшам менің, бұл мынандай құжат, менде осы счетқа түсіп жатыр банкін,